Барселона бұл үздік ойын өрнегімен көзге түскен мықты аяқдопшылардың ордасы және тарихы бай, тамыры терең командалардың бірі. Каталондық клуб қалайша әдемі әрі әсерлі футболдың символына айналды және ең ұлы әрі ең көп титулы бар командалардың бірі ретінде тарих бетіне жазылды. Оның бірегейлігі мен жетістігінің құпиясы неде? Достар, бүгін біз Барселона туралы сөз қозғап, бұл сауалға жауап іздеп көреміз. Барселона! Это команда, которая может все! Барселона футбол клубы 1899 жылы швейцариялық Жоан Гампердің бастамасымен құрылды. Жоба Каталонияның спорттық өміріне жаңа серпін беретін маңызды жаңалық еді. Клубтың алғашқы жетістігі Альфонсо Макая кубогы. 1901 жылы ақтық сында Барса каталан аяқдопшыларын 15-0 есебімен тізе бүктірді. Турнир барысында команда 8 матч өткізіп, қарсылас қақпаға 60 доп тоғытқан екен. 19 голдың авторы атанған Гампер үздік шабуылшы атанды. Альфонсо Макая кубогы 1900 жылы Испания клубының президенті Альфонсо Макая тарапынан тағайындалған. Ал 3 жылдан кейін Каталония чемпионатының құрылуына байланысты турнир өтпейтін болды. Клуб құрылған алғашқы жылдары Барселона қаласының елтаңбасын өз логотипі ретінде қолданған. Ал 1910 жылы команда өз символикасын жасау туралы шешім қабылдады. Осыған орай байқау ұйымдастырылып, Барселона ойыншыларының бірі Карлос Камамало ұсынған нұсқа үздік атанды. Бұл логотип аздаған өзгерістермен бүгінге дейін қолданылып келеді. 20 ғасырдың басында Барселона өнер көрсеткен Calle de la Industria аренасы бар болғаны 6000 адамды сыйдыра алатын. Орын таппаған жанкүйерлер ойынды алаңды қоршаған қабырғаға отырып қарауға мәжбүр болды. Сыртта серуендеген жұртқа олардың арқалары ғана көрінетін. Сондықтан жанкүйерлерге әзілдеп Кулес деп ат қойыпты. Бұл бөксе дегенді білдіреді. 1922 жылы Барселона үлкенірек Les Corts стадионына көшкенімен жанкүйерлердің бұл лақап аты бүгінге дейін сақталған. Ал Барселонаның қазіргі алаңы Camp Nou 1957 жылы ашылды. 99 мыңнан астам көрерменді сыйдыра алатын нысан Европадағы ең үлкен стадиондардың бірі саналады. Оның бәсекелесі 90 мың орынға арналған Англиядағы Уэмбли. Бастапқыда стадион Estadio del FK Барселона деп аталу керек еді. Бірақ Camp Nou атауы халық арасында танымал болып, 2000-2001 жылдары ресми түрде бекітілді. Барселона сапында Йохан Кройф, Диего Марадона, Пеп Гвардиола, Виктор Вальдес, Ривалдо, Карлос Пуйоль, Луис Суарес, Неймар, Серхио Бускетс, Роналдо, Самуэль Этоо, Рональдиньо, Андрес Иньеста, Хави, Лионель Месси сияқты әлемдік жұлдыздар ойнаған. Соңғысы ерекше рекордқа қол жеткізді. Месси Барселона сапында 778 матч өткізіп, 672 голдың авторы атанған. Клуб ойыншыларының есебінде барлығы 15 алтын доп бар. Қазір Барселона сапында Роберт Левандовски, Ламин Ямаль, Рафинья, Дани Ольмо сияқты мықтылар өнер көрсетіп жүр. Нидерландтық Йохан Кройф Барселонаның ойыншысы ғана емес, сондай-ақ жаттықтырушысы ретінде танымал тұлға. Оның негізгі қағидалары допты бақылау, жоғары прессинг, жастарға сенім еді. Кройф Барсаға қысқа пастар, үздіксіз қозғалыс, жоғарғы прессинг арқылы қарсыласты басып алуды көздейтін тики-така тактикасын әкелді. Бұл ойын мәнерін кейін Луи ван Гал мен Пеп Гвардиола жетілдіре түсті. Гвардиолада Кройф сияқты ойыншы ретінде мансабының көп бөлігін Барселонада өткізген. Каталондықтардың жеңіп алған трофейлердің жалпы саны бойынша ең табысты жаттықтырушысы ұзақ уақыт бойы Йохан Кройф болды. Ол клубты басқарған 8 жыл ішінде каталондықтар 11 түрлі трофейге ие болған. Ал испандық маманға бұл рекордты жаңарту үшін бар болғаны 4 жыл қажет болды. Гвардиоланың жетекшілігімен Барса ұлттық, европалық және әлемдік турнирлерде 14 жеңіске қол жеткізген. Қазір командаға неміс маманы Ханс Флик жетекшілік етеді. Барселонаның басты қарсыласы Реал Мадрид. Бұл екі команда арасындағы бәсекелестік Эль Класико деп аталады.
Алғашында бұл атау тек Испания чемпионатындағы Барселона мен Реал Мадрид арасындағы матчтарға қатысты қолданылды. Бірақ қазір ол екі клубтың кез келген кездесуіне қатысты айтылады. Бұл бәсекелестік 1902 жылы басталды. Ол кезде қос команда алғаш рет король Альфонсо 13-ші құрметіне ұйымдастырылған турнирде кездесті. Алғашқы Эль Классикада Барселона 2000 көрерменнің алдында Реалдан 3-1 есебімен басым түскен. Ал осы уақытқа дейін командалар 295 рет кездесіпті. Оның 124-інде каталондық клубтың мерейі үстем болды. Реалда жеңіс саны 109, бұл Барселонадан 15-ке кем. 62 рет қос команда арасындағы матч тең есеппен аяқталған. 2009 жыл Барселона үшін рекордтық жыл болды. Клуб 6 титулға қол жеткізді. Атап айтқанда каталондықтар Ла Лига чемпионатын, Испания кубогы мен суперкубогын, Чемпиондар лигасы мен УЕФА суперкубогын және клубтар арасындағы әлем чемпионатын бағындырды. Соңғысының ақтық сынында Барселона Аргентинаның Эстудиантес аяқдопшыларымен кездескен. Ол кезде Лионель Месси жеңіс голын соқты. Каталондықтар Испанияның үздік командалары қатысатын Европаның жетекші футбол лигаларының бірі Ла Лигадан ешқашан ұшқан емес. Барселона турнирді 27 рет бағындырды және Ла Лига тарихындағы ең ұзақ жеңіс сериясына ие. 43 ойында ұтылмаған. Бүгінде Барселонаның дарынды аяқдопшыларды дамытудың ұзақ мерзімді жобасы Ла Масия академиясы сәтті жұмыс жүргізуде. Бұл әлемдегі ең үздік оқу ордаларының бірі. Онда Барсаның ондаған ұлы ойыншылары, соның ішінде Пеп Гвардиола, Карлес Пуйол, Виктор Вальдес және Андрес Иньеста тәлім алған. Жастар академиясында өзара алмасудың алғы шарты ретінде қарастырылатын техникалық қабілеттерге көп көңіл бөлінеді. Барселонаның жетістіктері соның айғағы. Барселона бұл жай ғана футбол клубы емес. Бұл тамыры тереңге жайылған мәдениет, үлкен еңбек. Клуб әрқашан ең жоғарғы жетістіктерге ұмтылып, өзінің клубтан да артық деген ұранын дәлелдеп келеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі Барселонаны ерекше ететін не? Пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басыңыз және арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар ағайын.